Әлемді жаңа мүмкіндіктер жайлаған заманда уақытты тоқтата тұру мүмкін емес. Біздің мақсатымыз болашақ ұрпақ үшін өмір қауіпсіздігі мен денсаулықты сақтау. Тяньши денсаулықты сақтай отырып, берекелі бизнеске жол ашады. Адами құндылықтарды жоймай, мақсаттарыңа, бейбітті тәуелсіз өмірге, әділеттілік пен бақытқа бастайды. Сұлу болуға септігін тигізеді. Адамзатқа денсаулық сыйлау, қоғамға қызмет ету – бұл Тяньши командасының басты ұстанымы. Ли Дин Юань мырза Тяньшидің негізін қалаушы әрі төрағасы. Бүгінгі дейін ол компания дамуына сүбелі үлес қосып келеді. Ол жанындағыларға шалқар шабыт сыйлайтын компанияның жүрегі. Сондай-ақ ол адамдарға бағыт-бағдар беріп, айқын мақсатқа жетудің тура жолын нұсқайды. Табысты еңбегін үлгі етіп, бүкіл әлемге жар салудан қорықпайды. Бүкіл әлем бір отбасы ұранмен барлығының мақсатқа оңай, әрі тез жете алатынын ұғындырып, көмегін аямайды. Біргеміз, берікіргеміз. Бірлессек біз бағындырмайтын белес жоқ. Алпауыт әлемнің мыңдаған кедергілері де тяньшиліктердің бірлігі алдында түк емес. Бүгінде Тяньши бірнеше салада бизнесін дамытып үлгерді. Атап айтсақ, биотехнология, денсаулықты басқару, туризм және қонақ үй бизнесі, электронды коммерция, қаржы және инвестиция. Коммерция мен өндірістің тоғысуынан Тяньши үлкен трансұлттық корпорацияға айналды. Аталмыш компания әлемнің 110-нан астам мемлекетінде филиалдарын ашып үлгерді. Бұл көлемді жұмысты көзіңізге елестетіп көріңіз. Тяньшидің сауықтыру өнімдері шығыс сауықтыру мәдениеті мен заманауи биотехнологияның сәтті үйлесімі. Басты мақсаты аурудың алдын алу. Тяньзин корпорация жүрегі. Мұнда барлық ресурстардың бірыңғай басқару жүйесі бар. Қалған өндірістік базалар Қытай мен Жапонияда орналасқан. Қосымша күштердің барлығы ақш, Жапония, Испания, Англия, Норвегия, Ресей, Мексика, Бразилия, Аргентина, Үндістан, Малайзия, Индонезия, Оңтүстік Корея, Мысыр және тағы басқа әртүрлі континенттерден орын тепкен. Осылайша тұтас әлеммен тығыз байланыс орнатып отыр. Корпорацияның халықаралық индустриялы денсаулық паркін көруге әр адамның мүмкіндігі бар. Оның аумағы 1 шаршы километр. Инвестиция көлемі $1 миллиард асады. Мұнда басты ғылыми потенциал шоғырланған. Түрлі зерттеулер мен өндіріс процесі жүзеге асады. Өнімдерді сараптау да осы жерде жүргізіледі. Сондай-ақ осы аумаққа сауықтыру, қонақ үй, көрме кешендері де кіреді. Тай Цзи Шэн. Бұл ең соңғы үлгідегі медициналық құралдармен жабдықталған сауықтыру орталығы. Тяньши өндіріс пен бизнеске бағытталған денсаулықты басқарудың заманауи индустрия негіздері, мобильді, электронды коммерция негіздері, қонақ үй және туризм бизнесі, ғаламтор қызметі сынды 5 модуль кезеңімен жүзеге асырылады. Арман. Бұл барлық тяньшиліктерге ынта сыйлайтын жауапкершілік. Махаббатты сезіну және оны өзгеге сыйлай білу. Бұл тұрғыдан да компания құралақан емес. Әрдайым қайырымдылықтың жанынан табылады. Қиын сәтте адамдарға қолдау көрсетеді. Тяньшидің қайырымдылыққа бағытталған инвестиция көлемі $1,5 миллиард юаннан асып шығылады. Оған қоса Тяньши балаларға ерекше назар аударып, олардың болашағының жарқын болуына барын салады.
2015 жылы ауданы 3 шаршы шақырымды қамтитын Тяньши университетінің іргесі қаланды. Келешекте бұл көп салалы оқу орны болмақ. Мұнда 30 мыңнан астам студент тәлім алады. Келешекте оқу орнынан инновациялық потенциалға ие жаңа форматтағы адамдар түлеп ұшады деп күтілуде. Олы денсаулық индустриясы Тяньшимен бірге жүзеге асыратын мінсіз болашаққа бастайтын үлкен лайнер іспетті. Қатарымызға қосылыңыздар. Арманға ұмтылыс жасап, Тяньши бизнесінде мол табысқа кенеліңіздер.